Соңғы 3 жылда еліміздің білім беру саласында 687 жемқорлық дерек тіркелген. Бұл туралы Алматыда өткен саналы ұрпақ жарқын болашақ республикалық форумында мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев хабарлады. Сондай-ақ бүгінгі форум аясында саналы ұрпақ жобалық кеңесі ашылды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Республикалық форумға 2000-нан астам делегат қатысты. Негізгі баяндамашы Алик Шпекбаевтың айтуынша, соңғы 3 жылда білім саласының 226 лауазымды тұлғасы сотталған. Олардың арасында вице-министр, басқарма және бөлім жетекшілері, мектеп директорлары мен балабақша меңгерушілері де бар. Жемқорлықтың ең көп дерегі оңтүстік Қазақстан облысында тіркелген. Если преступление высоких должностных лиц, как правило... Егер жоғары лауазымды тұлғалар бюджеттік ақшаны жымқырғаны үшін істі болса, орта буын басшылары кадрлық саясаттағы былықтар үшін жауапқа тартылған. Мемлекеттік сатып алу мен жалақы беруде де заң бұзушылықтар бар. Жемқорлықпен күресте оның алдын алу өте маңызды. Агенттік төрағасы әрбір басшы өзі басқарып отырған мекемедегі жемқорлық тәуекелдерін жоюға міндетті. Егер оны жоймаса, оның өзін осы жүйенің ұйымдастырушысы деуге болады дейді. Мәселені шешудің тағы бір тиімді жолы қоғам болып күресу. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атап өткендей, жемқорлықпен күрестің тиімділігі бүкіл қоғамның жұмылып белсенді атсалысуына тікелей байланысты болмақ. Олай болса, мүдделі мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, сарапшылар мен ұстаздар қауымы болып, қоғамда жемқорлыққа мүлдем төзбеушілікті қалыптастыру баршамыздың міндетіміз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жанынан ашылған жобалық кеңсе жемқорлыққа мүлдем төзбеушілікті насихаттауды өзінің міндеті санайды. Әзірге бұл еліміздегі алғашқы кеңсе. Тиімділігін дәлелдеп жатса, осындай орталық еліміздің өзге өңірлерінде де ашылады. Біз жастардың арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана мен мәдениетті қалыптастырғымыз келеді. Академиялық әділдікті қамтамасыз етіп, озық халықаралық құқықтық тәжірибені енгізіп, тиімді әдістемелерді жасаймыз. Жобалық кеңсе университеттерден бөлек мектеп балабақшалармен де тығыз байланыста болады. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаев жемқорлықпен күрес шаралары оң нәтиже бере бастағанын айтты. 2017 жылы жалпы сыбайлас жемқорлық бойынша қылмыстардың саны 2016 жылмен салыстырғанда 18%-ға аз тіркелген. Ұлан Нарынбек, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан.